Тек бастауыштағы қасиеттер қалатын шығар, менде ондай қасиеттер қалған жоқ. Енді бір жол мен сендерге айтайын, 3 классқа да 4 классқа да сабақ бердім мен. Мен мұғалімдердің ішіндегі ұрысқа мұғалім болғанмын. Қатты ұрысқандарым болса, жандарыма батқандарым болса, кешірім сұраймын. Қуаныштарың жалғаса берсін, барлық уақытта жақсылыққа басыңыз қосыла берсін. Мына бірге жұмыс істеген Абай мектебіндегі ұстаздар, сіздерді мен көптен бері көрген жоқпын. Сондықтан сіздерге де денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Мен болғанша мен бір жыл бірге жұмыс істедім. Небір жақсы қасиеттерін, жақсылықтарын көрдім. Менің дүниеге әкелген 8 перзентім осы Абай мектебінде бітірді. Міне сол перзенттердің барлық жоғарғы оқу орнын бітірді, жақсы қызмет істеп жатыр. Ол мектептің сол кездегі басшысы болғаншаға көптен көп рахмет айтқым келеді. Мен әрбір отанына барған уақытта болғанша туралы бір ауыз әңгіме айтылмай қалмайды. Барлық уақытта айтылады ұстаздар туралы. Сондықтан сендердің де семьяларында ұстаздар туралы әңгіме айтқан уақытта біздер ескере отырасыңдар. Міне бастарың аман, бауырларың бүтін болсын, ендеріңе саулық тілеймін. Қуанышта қалқып тасасын, ақ тілекпен ойды ашасың, тәлім берген, тәрбие берген ұстаздар мәңгі жасасын деп қояшы едім. Рахмет. Келіп отырған әнші Мөлдір Кенжалмен Аягөз дүйсенқызын шақырамын. Осы аналарымыздың құрметіне арнап, бақытты әйел деген ән салып берсін. Қабыл алыңыздар.
үлкен үлес қосқан, үлкен септігін тигізген дара жолға, сара жолға салып, ұяларыңыздан қияға қараттарыңыз қатайтып жіберген бітіруші ұстаздарыңыз ортаға шақырайын деп тұрмын. Шәки ағай мен Ұлмандай апайларыңызды қошемет деп қолпаштап, той сахнасының төрінде орнымыздан тұрып тағы да қошемет жасап, қабыл алайық, қарсы алайық. Үлкен жолға, даңғыл жолға салып беріп жүрген осы апайларыңыздың, ағайларыңыздың еңбегі орасан зор. Әрине, адам болып қалыптасуларыңызға өзі үлкен үлес қосқан аяулы ұстаздарыңыз ортаға шығып сіздерге бүгінгі 20 жылдық басқосуларыңызға, кештеріңізге керемет ақжолтай тілек жолдағалы тұр. Артсадағы күннен күнге бағамыз, өсседағы ақыл менен санамыз, есейсек те, етек жеңді жисақ та, біз бәрібір мектеп үшін баламыз дейді. Ендеше сол балалық шақтарыңыздан осы даналық шаққа бастау алып берген осы сіздердің мектепте жүрген ұстаздарыңызға тағы да қошемет құрметпен қол соғып, қол соққанда қол соғып, тілек берейін деп тұрмыз. Өсіп жатқан балдарымыздың, қыздардың қызығушылығын бірге көре беріңіздер, еңбегіңіз сау болыңыз. Бақыт дастарханы болсын. Құрметті ұстаздар қауымы және 97 жылға түлектер, менің ең алтындарым бәрі. Мен осы 84 жылы осы Абай мектебіне, яғни Балаби ауылына келін болып түстім. Содан 84 жылдан бастап осы Абай мектебінде мұғалім болдым. Сол кезеңде сіздер 5-ші сынып оқитын едіңіздер. 84-те. Кішкентайсыздар, иә? Онан кейін мен бірден бастауышқа қабылдады, бастауышта орыс тілден сабақ бердім, естеріңізде шығар. 3-ші сыныпта, әсіресе 11-ші А класына, Ұлман апайдың класы, орыс тілде сабақ бердім, естеріңде ма? Маржан, Қарлығаш? Онан кейін 11-ші Б сыныбына сынып жетекшісі болып тағайындалдым. Міне сол кезеңдер әлі көз алдымда. Ұлекең ол кезде директор, менің классым ең жаңағы жақсы оқитындар көп, сосын вечер жасай алмаймыз, қалған класстар вечер жасағыш. Менің классым жасамайды, апай вечер жасайықшы дейді маған. Сендер үндемей жасай бермейсіңдер ма десем, жоқ, сізден рұқсат сұрауымыз керек дейді. Соның бір нәрсесін айтып берейін. 9-ші сыныпта вечер жасаймыз деп уәде бердім. Содан Қарлығаштың үйінде вечер жасадық, естеріңде шығар. Аяқ киімді тық қойды, терезені қараңғылады, ешкім білмейді, жақсы отырып билеп тарқадық. Ертеңіне азанда жұмысқа бардым. Ұлекең Абдуллаевна дейді, Света Абдуллаевна тұр мына жерге деді. Не болып қалды екен? Түнде қайда болдың деді. Үйде ұйықтадым. Сөйтсем, жоқ, өтірік айтпа, сен вечерде болдың, классыңмен вечер жасапсың. Саған наказание, ана жүгері бар тұғын ол кезде. Сол жүгерінің қырманынан әкеліп, аршып, үгітіп, классыңмен соны жасап бересің деді. Жақсы дедім, оқушыларға барып айттым. Содан ешек арба дайындап, ешек дайындап, соны артып, мектепке әкеп, вечерде қалған қамыздың бәрін столовойға әкеп, ішіп жеп, жүгерісін үгітіп бердім. Сондай қызықтарымыз болған. Терезені бір екі бала алып отыр. Сосын мейрам шықты ма еді? Екі шыға болады. Бір кезде Света апай шақырып алды. Көзім аздай болып кетті. Ойбай, не деген. Сөйтіп екі бала сізді ылған шықпай шақырып алды. Классы вечер жасап деген тауып келсін деп отыр деді. Ойбай, соның барында осы қараңғы ғой, иә, алшы көзі күн. Содан үйге менен білмей мейрамға бір қарай, ана балдарға бір қарай, сосын мейрам бала берді. Содан ана екі балаға еріп алып, үйден шықтым. Мектепке келсем, кабинет жарық, мектеп жарық, күндерге қақарына мініп отыр. Тап классыңды, вечер жасап классыңмен. Қайда тұр? Білмеймін, қайда тапсам өттіңді. Содан ана балдар еріп қасына. Ал, Қалыбек ағайдың ауылына қарай аттанып, терезеге барамыз, үңіліп, тыңдаймыз, ешқандай дұрыс жоқ, қараңғылап жатырмын деп ше. Бір бөлек кіреміз, содан бүкіл сол жақтың бәрін аралап шықтық. Таба алмадық деп сағат
осындай бас қосу өте керемет, өмірде өзіндік із, өзіндік естелік қалдырады деп ойлаймын мен. Әркез бәріне де балаларым жақсылық тілеймін, бар әлемде дендерің сау болсын, әркез өсіп өніңдер, қазақ елінің жақсы азаматтары мен азаматшалары болыңдар деп ойлаймын. Рахмет. Мен бір классымын ғой, сондықтан ең соңынан сөйлейін деп тұрмын. Құрметті апайлар, бірінші мына сіздердің 20 жылдық кездесуде төрден орын алғандарыңыз құтты болсын. Қартаймаңыздар. Алдымызда бізге үлгі болып жүре беріңіздер. Оқушылар, 20 жыл бұрынғы біздің түлектеріміз, оқушыларымызсыңдар ғой. Ешқашан осындай жақсы қалыптарыңды бұзбай, жақсы көңіл күйде кездесе берейік. Дендеріңіз сау болсын. Тек қана қызықшылықта, тойда орын алыңыздар. Қазақ айтады ғой, орның жоғалмасын деп. Ешқайсымыздың орнымыз жоғалмай, 30 жылдық, 40 жылдық кездесуде де дәл осы қалпымызбен жүре берейік. Мен енді мына басқа апайлар сияқты мақтана алмаймын ба деп ойлап тұр едім. Сөйтсем мен мақтанады екем. Мына А класы, Б класы, Б класы мектептің 4 бұрышын ұстап тұрса, менің класым сыныптан тыс жұмыстарды жақсы орындайды. Мына Свет апайдың класы сияқты ұсталып қалмайтынбыз. Апай маған осы класты берген кезде Б класын. Мен негізі бұл класс алмағанмын, содан апайдан жаңа сұрап отырмын, апай ұмытқанды. Аласың деді осы класты. Апай маған кейін бұлар бірдеңе қылса ұрсасыз ғой, сабаққа келмейді, мен білем ғой енді. Кешкіріп келеді, формасыз келеді, маған ұрсасыз десем, апай маған енді мен ұрсатын адамға берем ғой дейді, орындайсың. Енді маған ұрыспайсыз ба десем, жоқ, ұрсатын адамға берем ғой, айтқанды сен істейсің дейді. Сөйтіп шүкір класс енді жаңа айтып қой, ол оқу жағынан алда болмағанымен, бірақ олардың өзіндік орны бар. Айттым ғой жаңа, сыныптан тыс жұмыстарды жақсы атқарды. Шындығында кәдімгі түстен кейінгі шақырған жұмыстарға барлығымыз келіп, қоғамдық жұмыстарымызды орындап кете береді. Ойпырмай, мен енді ешкімге біреуге айтып қоймадым бекен, мұрнымды адам болсаң, мұрнымды кесіп берем деп айтпадым бекен деп ойладым. Содан жаңа келе жатып, Русланнан сұрадым ғой, ешкімге айтпаған бедім деп. Жоқ дейді. Шындығында енді мектеп бітіргендеріне 20 жыл болды ғой, сол кездегі бұл естеліктер мен есіме түсіп тұр да. Өзім ек қабаттым, осы классым енді біраз жыл болған. Күнде мені көрем деп келген балаларым келмей қапты. Еңбегім соларға адал ет. Сабаққа кеттім деп үйінен кетеді екен да, мектепке келмейді. Содан ұрсады ғой. Сосын мен күнде апай айтқан осыны, апай қазір есінде жоқ. Мен үйден ерте 1 сағат бұрын шығып, үйлеріне барып ертіп алып келем. Соның біреуі анау Нұрболат отыр. Нұрболат бар ма? Ол басқа екен ғой, кешір. Содан Ақбасқа барып, әбеніп деген оқушы бар еді. Иә, сол оқушы. Сосын тағы бір бала бар еді, оны ұмытып қаптым. Жаңа ойланып отырып, сол кездегі
жыл болған түлектер бұдан кейін де ешқандай жаманшылық көрмей біздің алдымызда бізді көргенде апай деп сәлеміміз түзу болып жүре берейік. Жаңа айттым ғой енді, ең негізгісі деніміз сау болсын. Дүлдүлге ал қыздар ұсап тұрған шын гүлге сол кешегі үлгі өртеген балалар елі үшін еңбек етуде бұл күнде. Құдайға шүкір, елі үшін еңбек етіп, халқының игілігіне жарап жатыр. Осындай азаматтар, азаматшылар дайындаған тәрбиелеген сіздерге мың да бір алғыс рахмет. Бір қошеметтеп орындана шығарып тастасақ. Ал енді қымбатты кешелері, қымбатты қонақтар, осындай бір ізгілікті ойдың тәтті тілек дәмдемесі ретінде тағы да бір әуелеген ән жолда алынды. Ол әнді жолдайтын осы ауылымыздың қызы бүгінгі таңда осы Нарда Бегежанов атындағы облыстық драма театрға әнші, актриса болып қызметке орналасқан Аягөз Дүйсенқыздай қарындасымыздың орындауында ұстазым менің деген Әбілхан Исмаевтың әуелі әдеби ән жолданады. Ол ән сіздерден кейін осы Аягөзге ұстаздық еткен осы Ұлман апайдың бүгінде жолда қалып жүрген. Қабыл алыңыздар, ортаға пайызға шығуға болады. Gözümde bir boşa
апай ылғи маған бүгі басын бересіз десем, ертең пәлен жылдық кездесуге қатырады дейді. Міне үлкен астан тақсап тұр деп алып отырсаңыздар, біз енді мынау алда прожама тірлік бар, соны бірге атқарайық деген ниетпен келесі бір әдебиет тілекті ниетті беріп жүргіміз келіп тұр. Ендеше қымбатты қонақтар, біз енді бағана жігіттермен ақылдасқан кезде біз бөлінбей, бөлінгенді бөрі жейді дейді ғой. Біз расымен бөлмей ақ қояйық деп ойланғанбыз, сөйтсек болмайды екен ағайындар. Өйткені біздің қазақ бөлінбесе жүре алмайтын халық. Біз 300-ге бөлінеміз, 3 жұртқа бөлінеміз. Сондай дүниелер көп бізде. Ендеше біздің осы 3 класс болып шақырғаннан кейін біз әрине осы бүгінгі бөлінбесек те дегенмен тілек ниет ортақ болғандықтан біз енді ортаға А класының қыздары мен күйеулерін шақырғымыз келіп тұр ағайындар. Ендеше осы 97 жылы Абай атындағы 20-ші мектептің А сыныбын бітірген қыздар мен күйеулері болса, келіңіздер, ортаға шығайық. Қалайсыздар? Тағы да құтты болсын мереке кеш. Амансыздар ма? Жақсы. Міне қымбатты кеш иелері, сіздердің құрдастарыңыз әлі сол балауса балғын жағынан таймай, бүгінгі таңда ортада 20 жылдай уақыт өтсе де өздерінің көркемдіктерінен ажырамай қуаныштарыңыздың ел ортасында кәдімгі қонақ болып тұр. Қазақ енді қашанда қыз баланы қонақ тұтқан, құрметтеген халық қой, сондықтан да қалай мазаңыз? Амансыздар, құтты болсын. Ал ендеше осы қыздар сіздер үшін тілекті ниетті жолдаған тұр. Барлығымыз бір ауыздан қуанышқа қатысқа отырған, жаңалыққа ізгі ниет арқалап келіп отырған қонақтарымыздың, қыздарымыздың тілегін алайық. Тағы да назарымызды бұрып, қолымызды ұрып қояйық әке. Қимас сыныптастарым, мына бүгінгі 20 жыл, 20 күзім, 20 көктем дегендей зымырап өтіп кетті. Бүгінгі мерекелерім құтты болсын. Бізді бұл мереке ортақ бәрімізге. Тіліміз ортақ, дініміз ортақ, мектебіміз бен ұстаздарымыз ортақ, еліміз ортақ, бейбітшілік болып жатқан. Барлықтарына денсаулық тілеймін мықты. Біздің құрметті апайларымызға басымды иемін. Рахмет. Сол кезде неге шырылдап бізді жаңағы оқы деп нұқи беретін енді түсініп отырмыз ғой қазір. Өзіміз мұғалім болғасын. Қазір оқымаған баланы ұрады алмайсың. Бұрында біз ұратын еді ғой шамалы. Қазір ұрады алмайсың. Әйтеуір білсін деп ұрсатпен ғой бізге дейміз ғой. Ұрған дұрыс, біздің таяғымыздан қазір күн көріп отырсыңдар дейді бұрынғы мұғалімдер. Сіздерге мықты денсаулық, апайлар. Жүз жасаңыздар, ауырмаңыздар. Ұлман апай, ауырмаңыз, жасырдыңыз ба қазір? Шамалы. 30 жылдықта да осылай басымызды қоса берейік. Апайларымыз сол кезде осылай төрімізде отырсын. Достарым, апайларым, ағайларым, бүгінгі 20 жылдық кездесу, мектеп бітіргеннен 20 жылдық кездесу кешіміз құтты бола берсін. Біздің бүгінгі үлкен мейрамымыз деп есептеймін. Осы 20 жылдық мейрамға жеткенде бар, жетпегенде бар. Міне осы күнді бұйырып, барлықтарымыз бір-бірімізді көруге Алла бүгін нәсіп еткен күн. Бүгін Ақтеннің қарны жарылған күн. Бізге алғаш тарыдай болып кірген кезде мектепте білімімізді, сауатымызды ашып, бізге қаламсапты ұстатып, қалай жазуды үйреткен апайымызды көрген күніміз. Үлкеніміз үшін қуаныш. Әрине ортамызда апайымыз жоқ, бітірген. Ол кісінің орнында ерекше. Құрметті ұстаздар
мерекелеріңіз құтты болсын. Бізге де сіздерге де ортақ мереке. Сыныптастарым, 20 жылдық құтты болсын. 30 жылдықта да осылай басымыз қосыла берсін. Осы 20 жылдықты ұйымдастырып жатқан жігіттерге рахмет. Қонақ болып шақырып, қыздардың, ұлдардың басын қосып, 30 жылдықта да осылай қосыла берейік. Ұстаздарымыздың саны азаймасын, осылай түс түгел, төрт көзіміз түгел. Құдай қаласа 10 жылдан кейін кездесе берейік. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Деніміз сау болсын, өстіріп отырған ұлдарымыз бен қыздарымыздың қызығын көре берейік. Өстіп жақсылықта басымыз қосыла берсін. Құрметті ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын, сыныптастар, достар, мерекелеріңізбен дендеріңіз сау болсын. 30 жылдықта да басымыз аман есен қосыла берсін, аспанымыз ашық болсын. Бақытты болыңдар бәрінде. Өстіп күліп ойнап жүре берейік. Бейбітшілік заман болсын. Ары қарай жаңағы 30 жылдықта аман есен жүре берейік. Ал құрметті де қадірменді, білім нәрімен сусындатқан ұстаздарым, 10 жыл бойы бір партада отырып, бір класста құлындай ойнап, бірге ойнап күліп кебіскен замандас құрдастарым, ұстаздарымның қатары азаймасын. Ол кезде де осы Ұлман апайымыз бен Оғанша апайымыз қартайып, осы таяқпен сүйеніп келіп отыратын болсын. Сіздерге де үлкен рахмет. 10 жыл білім нәрімен сусындатып, сізді үлкен өмір жолына жете бергендеріңізге тек қана жақсылықта тойда кездесейік. Жылдықта да ортамыз ортаймай, бұдан да көп болып басымыз қосыла берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді мен сөйлеп көп сөз қоя қояйын. Кішкентай қызым Мадинаға бір ән айтуын қабыл алыңыздар. Мен сөзімді аяқтай алмай қалдым, жаңа толғап, бір жағынан сағыныш қой, барлықтарыңызды көріп, қуанып, қыздарды, балдарды көріп, барлығы өзгермеген. Шындап келгенде 10 жылдықта кездестік қой, бұдан көп болатынбыз. Ол кезде жасымыз, барлығымыз күйеуімізбен, енді қазір 20 жылдықта жаймен бала шағаны күйеуімізге тастап, күйеуді жеңген уақытымыз ғой деп ойлаймын, жеңіп өзімізге тұрмыз. Осы тұрғанда қарап отырған жастар ағасыңыздардың бәрі бая қойып. Сол сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында қай жерге барсам да сол білімнің арқасында өзімді өзім алып шығардым. 11-ші класста кеттім, бірге бітіре алмадым, бірақ та сол сіздердің құйған миымызға құйып тастаған білімдеріңіздің арқасында ол жақта да сол Абай мектебінің білімін көрсете алдым деп ойлаймын. Қызылға бітіріп шықтым. Сонда ойлаймын, Гүлсара апай математика, алгебрадан сабақ береді, өте қатал, бірақ та сол қаталдығының арқасында әлі күнге дейін осы кісінің берген білімінің арқасында кез келген мамандықта жұмыс істеп кете береміз. Бухгалтерия жағы болсын, есеп, Құдайға шүкір есептен жаңылмаймыз. Ұлман апай сауалымызды мықтылап ашқан, қай салада болмасын, сол саланы алып кетеміз. Әлі де біз ұмытпаймыз сіздерді, Ұлғаш апайдың қаталдығын ол ұмытпаймыз, жүрген жерімізде айта жүреміз. Әлі күнге дейін, осы жасқа дейін, үйдегі қыз баламызға дейін әлі айтып отырамыз. Біздің кезімізде заколды таққызбайтын, Райхан апай бар мектептің алдында жинап алып, Ұлғаш апай үйдің қасында киноға барып келе жатсақ, ертесінде Ұлғаш апайдың кабинетінде тұрамыз. Шағырып алып Қарлығаштың шендестерін үйде көрдің бе деп. Иә, үйде оның былайша кейде тұмар үйіне барып әңгіме айтып келеміз, көршіміз екеуміз. Шынды сен тол неге менің есіммен тол тапсың дейді.
сонда сен что-то түрде келе жаттың киноға бардың ау деймін деп бастадым. Соның барлығы ойлап отырсам тәрбие екен. Қазір сондай темірдей тәрбиенің арқасында осы күнге жайқалып міне жеттік деп ойлаймын. Құдайға шүкір, барлықтарыңыздың еңбектеріңіз еш кеткен жоқ. Жер